Хей, сәлем достар. Бүгінгі видеода көптен күткен енді соңғы шыққан ойынға арналған топ телефондар жайында айтатын боламыз. Бізде екі телефон бар. Әлемде әр жыл сайын осы ойынға арналған ең мықты телефон деген атаққа жарысады. Біреу ол Asus ROG Phone 5 телефоны, екінші сол бәріміз білетін Xiaomi Black Shark 4 телефоны. Енді бүгінгі видеода не аласыздар? Сол осы екі телефон салыстырамыз, қайсысы мықты емес, қайсының артықшылығы бар, қайсының кемшілігі бар, және не үшін Xiaomi Black Shark телефонында біз күткендей нәтиже болмады. Осының бәрін айтатын боламыз. Сонымен бастайық. Ең бірінші осы екі телефонда ең үлкен жаңалықтар жайында айтайық. Біріншісі, мысалы Asus ROG Phone 5 телефонында қосымша ылғалдандыру комплекті жүреді. Былайша айтқан кезде сіздердің телефондарыңыз қызып кетпейді. Соның жалпы айтқанда ойынды жақсы ойнауларыңызға көмектесетін қосымша кулер десек те болады. Сол комплект жүреді. Ал Xiaomi Black Shark 4 телефон ең үлкен жаңалығы, бұл телефон 15 минуттың ішінде 100%-ға зарядталады. Сонымен келесі. Енді телефонның бұл ойынға арналған телефон болғандықтан бірінші кезекте бұлардың процессорларын салыстырайық. Қайсысының мықты, қайсысының әлсіз деген секілді. Сонымен бастайық. Asus ROG Phone 5 телефонының процессорын айтайық. Бұл жақта бізде соңғы шыққан ең мықты Qualcomm Snapdragon 888 процессор орналасқан. Бұл жақта 8 гигабайттық азу және 128 гигабайттық жады орналасқан. Былай қараған кезде кез келген ойыныңызды ойланбай жоғары сапада настройкада баптауларда ойнай берсеңіздер болады. Ал екінші телефон бізде Black Shark 4 телефонында бізде бағанағы Qualcomm Snapdragon 888 орналасса, ал бұлда Qualcomm Snapdragon 870 орналасқан. Бірақ 8 гигабайттық азу, 128 гигабайттық жадысы бар. Енді Asus'пен салыстырғанда Black Shark'та сәл әлсіздеу процессор орналасқан. Бірақ соның өзінде сіздер кез келген ойынды жоғары сапада ойнай аласыздар. Былай айтқан кезде қазіргі шыққан ең мықты деген ойындардың бәрін жоғары настройкасымен ойнай аласыздар, бағана Black Shark'пен. Ал Asus'тың процессорымен сіздер әлемде ойын шыққан жоқ десек те болады, бір сөзбен айтқан кезде. Одан келесі бізде камераларын салыстырайық. Asus'та үш негізгі камера 64, 13, 5 мегапиксельден және 8К режимінде бағанағыдай видео түсіре алады. Ал селфи камерасы 24 мегапиксель. Ал Black Shark'та тоже 3 камера орналасқан, 48, 8, 5 мегапиксель, бірақ берді 8К емес 4К режимде видео түсіре алады. Ал селфи камерасы 20 мегапиксель. Енді бұл бір сөзбен айтқан кезде мегапиксель қанша көп болады, қанша көп болса жақсы сурет деген сөз емес. Себебі Samsung'та 108 мегапиксель, Xiaomi Mi 11 Ultra'да да 108 мегапиксельден, бірақ iPhone'да 12 мегапиксель, 2 камера. Соның өзінде бағанағылардан өте жақсы сурет. Себебі бүкіл мобил ұрып қалсаңыз, қолында бір Samsung істеп жүрген мобил ұрып көрмейсіздер, бәрінің қолында iPhone. Қарапайым ғана сол сөзімізге дәлел. Жалпы айтқан кезде ғаламтордағы пікірлерін қарайтын болса, бұл екі телефонның да камераларын біреу мақтап атқан ешқайсысы жоқ сөзін ашына келгенде. Барлықтары телефондар көп акцентті именно процессорына қойған, яғни ойын ойнауға соған фокус бөлген. Себебі бұлардың бәрі игровой телефон. Ал камерасына керемет видео түсіремін деген ондай қиялдан арылғандарыңыз дұрыс болады деп ойлаймын. Бірақ фото түсіруге де жарайды. Одан келесі нәрсе бізде экранына келетін болсақ, бұл жерде екеуінде де 144 герцтік AMOLED экран орналасқан. Бұл жалпы сіздердің ойындарыңызды жоғары сапада ойнауларыңызға көмектесетін тағы бір функция десек те болады, артықшылық десек те болады. Мысалы, iPhone 12 мен салыстыратын болсақ, iPhone 12-де 60 герцтік экран. Бағана ойындарыңыздың қимылы сәл дұрыс емес көрінеді. Ал мыналарда 144 герц, екі есе жоғары. Ал зарядына келетін болсақ, бізде Asus ROG Phone 5-те 6000 мАч аккумулятор орналасқан. Бұл көпшілік игромандардың, ойын ойнайтын адамдардың көңілінен шыққан бір артықшылық десек те болады, себебі қуаты ұзаққа жетеді. Ал Black Shark'та, тыңдамаңыздар, Black Shark'та 4500 мАч. Бұл деген сөз именно ойын ойнап жатқан кезде ұзаққа жетпейді сөзін ашына келіп. Бағанағы басында айтып кеткен 15 минутта 100% зарядталады деген сол үшін шығар. Бұлардың зарядтары тез таусылады, содан кейін тез алады. Айта кететін нәрсе, кемінде ойынға арналған телефон болғаннан кейін кемінде 5000 мАч болу керек. Ал бұлар ең мықты деп айтылғаннан кейін, бұлар кемі сол бағана 6000 мАч болу керек еді. Бірақ бұларда 4500. Әкесінше бұның заряды тез өледі.
зато зарядын тез толтырасың бағана 15 минуттың ішінде. Ал енді бағасына келетін болсақ, енді бағасы бізде Black Shark'тың бағасы қуантады. Black Shark'тың бағасы 270 мың теңге, ал Asus ROG Phone 5-тің бағасы 321 мың теңге. Asus қымбат әрине. Ал енді бізде қызық бір нәрсе бар. Осы Asus ROG Phone 5 телефон жайында ғаламтордағы ең жаман пікірді айтайық. Бізде былай жазған екен, енді мен көп таппадым, сөзін ашын. Яндекске кіріп көрдім, Google'дан кіріп көрдім, Каспи магазиннен кіріп көрдім. Бұл телефонды көпшілік алмаған, сон ба әлі күнге дейін, бірақ ғаламторда көпшілік пікірлер положительный. Ал ішінде ең анау айтқан минус деп айтатын пікірді қарайтын болсақ, бағанаға камерасы нашар дейді, онша жақсы түсірмейді дейді. Одан кейін экранның рамкасы үлкен дейді, одан кейін микро SD салуға болмайды. Осы сияқты майда шүйде минустар жазған сөзін ашына келген. Ал Black Shark өте қатты танымал болған соң ба, бұда пока минус дофига десек болады. Мысалы, яқты кәдімгідей минустар жазылған. Бұның басқа шетелдік блогерлерінде обзор тыңдап көрсеңіздер болады. Дәл осы Black Shark жайында да біраз минустар айтылған. Бағана ішіндегі жұмыс істеуі, қосымша бағана ойынды жақсы ойнауға көмектесетін программалар кейде қатып қалады, дұрыс жасамай қалады, лақтырып жібереді деген сияқты сондай кемшіліктер айтқан. Ал именно біз сияқты қарапайым халықтың комментарийде жазғанын оқиық сіздерге. Мысалы, мынау Каспи магазинінде жазған пікір, жаман, кері пікір десек болады, ең пікір. Не қараңыздар, бүйтіп жазып, орысша жазған, мен қазақша айтып берейін сіздерге. Үтік сияқты қызады дейді. Телефон зарядта тез таусылады дейді. Бағана біздің сөзімізге дәлел. Кейде интернет істемей қалады дейді. Бұл кәдімгі Xiaomi телефондарында бар проблема. Көпшілігінде мысалы үйде Wi-Fi мен отырасың, сыртқа шыққан кезде кейде ұстамай қалады телефон, өзінен заряд, интернет. Ол үшін сен кәдімгідей өшіріп, бағана авиарежим қойып, қайттан қосып, жүріп қайттан қосып аласың. Осындай минусын айтқан. Бөлшім былай айтқан кезде осы жылы Black Shark алдыңғы жылы өте топ болды, бірінші орында десек болады. Осы жыл сәтсіз болды. Бірақ бірден айта кетейік, сөзін ашына келген кезде, егер сіздер кез келген ойынды жоғары сапада, мықты бағана настройкада ойнағыларыңыз келетін болса, Black Shark өте тиімді, ауларыңыз өте бағасы бағана арзандау, 50 мың теңге арзандау, осыны алсаңыздар болады. Ал егер сіздер топ ең мықты, осы сияқты енді әртүрлі адамдар болады, соған байланысты егер сіздер сондай қалайтын болсаңыздар, онда Asus ROG Phone. Ол қазіргі таңда лидер болып тұрған, бәрін көңілінен шыққан. Мысалы Asus брендін қарайтын болсаңыздар, олардың даже ноутбуктері, компьютерлерде ойынға арналған нұсқалары өте мықты. Геймерлер арасында өте жақсы бағаланады. Ол да бар. Мінекей осы енді телефондарда осындай өте жақсы шыққан. Бірақ Asus'тың дизайн өзгермеген. Asus ROG Phone 4-те сондай, Asus ROG Phone 3-те сондай дизайндары анау айтқан сыртынан өзгешелігі жоқ. Тек қана ішінде бар функционалы, мықтылығы соған мән берген и все. Вот. Бүгінгі видеосым аяқталды. Енді сіздердің сүйікті ойынға арналған телефондарыңыз қандай? Комментарий жазыңыздар. Бізде біліп жүрейік. Барлығы көріп жүрсін, басқаларға біреу пайдалы болып қап, сол именно сіздің телефоныңыздан аққап, соны алуы да мүмкін. Сөйтіп біріміз пайдамыз тигізейік. Комментарий жазыңыздар. Видео пайдалы болса лайк басамыз, комментарий жазамыз, каналға тіркелеміз, себебі осындай қазақша контенттің дамуына үлес қосайық. Рахмет барлықтарыңызға.